Сәлем достар, бүгін сіздермен баршаңызға белгілі селпат шуба салатымен бөліскім келеді. Бұл салат әрбір дастарханның көркін келтіреді. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ал енді салатымызды жинайтын боламыз. Мен алдын ала ұсақтап селедкамызды турап алдым. Енді тарелкамызға селедкамызды салып, үстіне майонез жағамыз, сосын қасықпен тегістейміз. Арғара үстіне үкіштен өткізілген сәбізімізді салып шығамыз. Сосын кішкене тұз сеуіп, майонез жағып, қасықпен туырлаймыз. Сосын үстіне алдын ала үкіштен өткізілген картопты салып, тұз сеуіп, майонез жағамыз. Сосын қасықпен тағы да туырлап шығамыз. Енді үстіне үкіштен өткізілген жұмыртқамызды салып шығамыз. Үстіне кішкене тұзымызды шым-шым сеуіп, майонезімізді жағып, қасықпен туырлап шығамыз. Ал енді үстіне қызылшамызды қойып шығып, қасықпен тегістеп шығамыз. Міне достар, біздің салатымыз дайын болып қалды. Дастарханда әдемі болып көріну үшін мен алдын ала ірімшікті үкіштен өткізіп, бетіне сеуіп шықтым. Мінекей, біздің салатымыз дайын, дәмі өте керемет шыққан. Алдағы уақытта менен қандай рецепттер күтесіздер, соны комментария бөліміне жаза кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі жүздескенше.